Қабырғаға арналған декоративті өсімдік тоқимыз. Мен бұл өсімдікті бұрындары тоқып бастағанмын, ал қазір жалғастырамыз. Өсімдіктің сабағын әуе ілмектерінен тоқимыз. Қажет заттар: өсімдіктің сабағын тоқуға жасыл жіп, күлтелерін гүлдерін тоқуға түрлі түсті жіптер. Мендегі крючок номері 4. Гүлдің күлтелерін тоқимыз. Гүлдің әр күлтесін әр бір бағанға тоқимыз. Мысалы, егер бастапқыда амигуруми сақинасына 6 баған тоқсақ, онда 6-7 күлте шығады. Күлтелердің саны амигуруми сақинасына тоқылған бағандардың санына байланысты.
Ал енді жаңағы тоқыған гүлден сәл үлкен гүл тоқимыз. Ендігі күнбағыс гүлін тоқимыз.
күнбағыс гүлінде әр гүлде 3 баған орын алады. Мысалы, жаңа біз тоқыған гүлдерде бір бағанда тек бір күлте болады. Ал енді жаңа біз бір әуе ілмегін бір бағанға тоқсақ, ал қалған накиттердің барлығын келесі екінші бағанға тоқимыз. Ал енді бекіту бағанын біз үшінші соңғы бағанға тоқимыз. Осымен біздің бір күлтеміз дайын, енді келесі екінші күлтені жасаймыз. Енді екінші күлтені жасаған кезде, енді екінші қалған күлтелеріміз тек 2 накиттен алады. Өйткені ортасындағы бір накит 2 күлтеге де ортақ. Жапырақтың көлемі қазір тоқитын ілмектердің санына байланысты. Мысалға, қазір мен тоқып отқаным 8 ілмектен тұрады және бұл орташа. Ал егерге сізге үлкен жапырақ керек болса, онда 10-13 ілмек тоқсаңыз болады.